10 күнәнің 9-ы тілден. Аялдамада автобус күтіп, ұйықтап қалған жігітті көріп тұрсың ба? Сырт көзге күлкілі, иә. Бірақ ол кеше түнімен ұйықтаған жоқ. Себебі өзіне қол жұмсамақ болған досын таңға дейін телефон арқылы жұбатып отырған. Ал бетіне тонналап бояу жаққан қызды көрдің бе? Ол өткен-кеткен қыздарға қарап қызығып тұр. Себебі кішкентай кезінде оның беті қайнаған суға күйіп қалған. Ол да басқа қыздар сияқты бетіне бояу жақпай-ақ сүйкімді көрінгісі келеді. Бірақ олай өзін құбыжық секілді сезінеді. Ал үнемі ұзын жеңді көйлек киген жігітті танып тұрсың ба? Оның әкесі қатты ашуланған кезінде жігіттің қолынан пышақпен тіліп тастаған. Содан қалған тыртықты осылай жасырып жүр. Ал жыртық көйлек киген қызды көріп тұрсың ба? Оның отбасы өте кедей. Бір қара нанға ақша таба алмай жүрген жайы бар. Ал қолына газет ұстаған жігітті көріп тұрсың ба? Ол үнемі 2012 жылы болған жаңа өзен оқиғасы туралы ақпаратты оқып отыр. Не үшін деймісің? Себебі дәл сол қанды оқиғаның кесірінен оның әке-шешесі қайтыс болған. Ал күліп тұрған қызды көрдің бе? Ол кез келген әзілге осылай күледі. Бірақ оның әр түні жылаумен өтетінін ешкім білмейді. Себебі ол қатерлі ісік ауруына шалдыққан. Қалған азақ күнін осылай қуанышпен, көңіл күйде өткізгісі келеді. Ал әлгі бойжеткенді көріп тұрсың ба? Сұлу ғой, иә. Сенесің бе? Оның қолынан телефон түспегелі 4 жыл болды. Әрине, сенің ойыңша ол интернетке тәуелді адам деп ойлайсың. Бірақ оның осыдан 4 жыл бұрын үйден шығып қайта оралмай, анасын қоңырауын күткен, еш үміт үзбей күтіп жүрген ешкім білмейді. 10 күнәнің 9-ы тілден. Осыны ұмытпайық, достар. Білмей жатып адамның сыртынан сөз айтуды қояйық. Бұл ғайбат, яғни ең ауыр күнә. Ал сіз бұған не дейсіз, құрметті оқырмандар?